Жақсылықтың ең пайдалысы садақа беру. Егер де біреу қатесін түсініп сізден кешірім сұраса, оның өзірін кешіктірмеңіз. Жүрегіңізде тыныштық болу үшін 3 нәрсе жетіп жатыр. Еш нәрсеге арызданбау, біреуді айыптамау және өзіңізді ақтамау. Дертіңді төккің келсе, ыдыстың тесік еместігіне көз жеткіз. Өткеніңе салауат айт, сонда ол қазіргі күніңе зиян келтірмейді. Менің ең үлкен дұшпаным бұл өзім. Бос кәлләнің тілі ұзын. Сөзің де, амалың да әділетті болсын. Қылмыс пен азап ұрықтарын еккен кісі бақыт пен махаббат жемістерін көрмейді. Бақыт деген жақсы денсаулық пен нашар есте сақтау қабілеті. Ішкі дүниесі тыныш адамның сыртқы әлемі де қуанышқа толы. Азға қанағат ете білмеген баршылыққа да көңілі толмайды. Кішігірім нәрсеге қуана біліңіз, себебі ол үлкейіп, үлкен бақытқа жалғасады. Қолыңыздағы бар нәрсеге қуана білу молшылықтың бастауы. Кейде өзімізді бақытсыз сезінуіміздің себебі басымыздағы бақытты тірлікпен алысып жүріп байқамауымызда. Әр адамның өмірінде 2 ағаш болады. Бірі бақыт, екіншісі қайғы. Осы екеуінің қайсысын мәпелесең, сол жемісін көрсетеді. Өткеніне көп қайрылатын адамның құрдымға кететіні тез әрі анық. Адам басына қонған бақтың тұрақты болуы жақсы мінез құлқына байланысты. Мінез бен ақыл жарасса, адамгершілік ұтады. Қолыңнан келетініне сенсең, мәренің жартысына жеттім дей бер. 7 мәрте жығылсаң, 8 мәрте орныңнан тұр. Араб даналығында жақсылық жасаған адамдардан сақ бол деп айтылады. 3 нәрсе ешқашан қайтып келмейді. Уақыт, сөз, мүмкіндік. Сол үшін уақытты бекер өткізбеңіз. Сөзді абайлап сөйлеңіз. Мүмкіндікті жіберіп алмаңыз. Басқаларға қаншалықты көп жәрдем берсеңіз, өзіңізге де соншалықты жәрдем етіп жатырсыз. Әзілдескенде ақиқатты айтамын. Ақиқат дүниедегі ең күлкілі нәрсе. Қылыш өткір болса да, өз сабын кеспейді. Қолына қылыш ұстаған сылтау іздемейді. Жақсы досы бар адамның айнаға ісі түспейді. Кеше ақыл дедім, дүниені өзгертпекші болдым. Бүгін данамын, өзімді өзгертіп жатырмын. Ең жақсы кек бұл үлкен жетістікке жету. Егер де мен адамдар қалаған нәрсені істегенімде, олар әлі де ат арбада жүрген болар еді. Бақытқа жеткізетін бір есік жабылса, екіншісі ашылады. Бірақ біз жабылған есікке қарай беретініміз соншалық, ашылғанына мән де бермейміз. Ешқашан қателеспеген адам, ешқандай жаңа нәрсені істеуге әрекет етіп көрмеген адам. Егер перзенттеріңіздің жақсы адам болып өсуін қаласаңыз, онда оларға қазіргіден 2 есе көп уақыт және қазіргіден 2 есе аз ақша жұмсаңыз. Өз армандарыңызды орындау үшін әрекет етіңіз. Әйтпегенде, өзгелердің армандарын орындау үшін жалданасыз. Уақытыңыз шектеулі, оны басқалардың ойындағыдай өткізуге сарп етпеңіз. Біз ойлағанымызға айналамыз. Мақсатыңыздың анықтығы барша жетістіктеріңіздің негізгі бастамасы. Өміріңіздің 10%
сізбен болып жатқан жағдайларға, ал 90% сіздің бұл жағдайға деген көзқарасыңызға байланысты. Адам ойында жүрген барлық армандарын қолға кіргізуге қабілетті. Күтпеңіз, уақыт ешқашан қолайлы болмайды. Егер құрғақты тәрк ете алмасаң, ешқашан жоғарыны бағындыра алмайсың. Бізде екі жол бар. Бірі жай ғана өмір сүру, екіншісі өз өміріңізбен тағдырыңыздың иесі болу. Өмірімізде екі түрлі маңызды күн бар. Бірі туған күніміз, екіншісі не үшін туылғанымызды түсінген күніміз. Жетістікке жеткен адамдар өзгелерге жәрдем беру мүмкіндігін іздейді. Ал жетістікке жете алмағандар маған бұдан қандай пайда келеді деген сұрақ қояды. Құрметті оқырман, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Және де пікір бөліміне өз ойыңызды жаза кетіңіз.